Ерасылдарға кішкене бір сондай сұрақ қойылды ғой. Бала жоспарлап жатсыңдар ма, или болмаса дамып алғаннан кейін деген сияқты ма деген сияқты. Сол сұрақты негізі осы жұпқа да қойғым келеді да. Сондай нәрсе сіздерде қалай болып жатыр? Былай ғой негізі Айбек, осы сұрақты маған қаншама адам қояды, шынымен. Маған даже ауыр жазатындар бар. Сен не аурусың ба, бедеусің ба, әлі көтермегенсің ба? Мен айтамын да, үйленгенімізге енді әлі 1 жылда толған жоқ. Және де осы шақта тұрмысқа шығып кеткенде не деді маған халық? Ой, мына қыз точно көтеріп қойды, содан кейін тұрмысқа шығып кетті деді. Жоқ, көтерген жоқпын. Например, айтады ғой бағанада жоспарламау керек дейді ғой. Негізінде біз жоспарлап та жүрген жоқпыз. Просто Аллах тағала, бәрі Аллах тағаланың қолында. Егер беремін десе береді. Оны адам өз қолымен жасап алмайды ғой баланы. Мен қазір егер бала керек болса, мен қазір жасап ала салатын едім егер де да. Бәрі Алланың қолында болғандықтан, қазір біз еш нәрсеге асықпаймыз, барлығы өзінің уақытымен, және де бір сәті болады ғой осылар. Дайын екен осы екеуі. Енді бала көтеруге мен дайын болған кезде, осы кісі дайын болған кезде, өзі Аллах тағала сол күнді береді баланы. Балауса ханым рұқсат па? Мен де айтып жүремін. Негізі балалы болған өте керемет дүние ғой, бірақ та бұйыртса деп жатырмыз да, асығып жаңағыдай ой көтеруге, ол не асығыс деймін да, үйленгенмен 7 ай болды, әлі ештеңе көріп үлгермедім. Сондықтан көтерген кейдің шетел көріп қал, қыдырып қал, жүріп қал, түсініп ал бір-біріңді. Өйткені ертең мысалы балалы болып ұрысып керісіп айырылысып кеткеннен гөрі қазіргі күннен бастап сол нәрсе дайындалу керек та, психологически, морально, материально деген сияқты. Оны балаңмен бірге квартира жүргеннен гөрі ертең Алла қаласа көтерген кезде уже өз үйіңде босанып алған дұрыс та.